Кенді қалаға қарасты Ащысай ауылдық округі өндірістік аймақ. Таулы аймақта орналасқан ауылда 2000-нан аса тұрғын үй бар. Ауылда мектеп, балабақша және емхана жұмыс істейді. Алайда кейбір көп қабатты тұрғын үйлердің тозығы жетіп, сапасы сын көтермейді. Әсіресе жаңбырлы күндері шатырдан су ағып, тұрғындарды талай әбігерге салған. Қазіргі таңда ауылда 22 көп қабатты тұрғын үй бар. Үйлердің жобалық сметалық құжаттары әзірленіп, жөндеу жұмыстары басталып кетті. Жөндеу жұмыстарын Ермат жауапкершілік шектеулі серіктестігі қолға алған. Сонымен қатар аталған компания жергілікті тұрғындарды да жұмысқа тартуда. Ащысай ауылы бойынша 22 көп қабатты тұрғын үй орналасқан. Соның алғашқысы болып, осы Момышұлы көшесіндегі 57-ші үй осы жөндеу жұмысынан өткізіліп жатыр. Қазіргі таңда жақын арада басталды. Енді бұл күрделі жөндеу емес, енді ағымдағы жөндеу болғаннан кейін енді ерте аяқталады деген, бір айдың көлемінде бітеді деген ойдамыз. Күнде келіп көріп тұрамыз, қандай жұмыс қалай жүріп жатыр. Қазіргі таңда ең алғашқы үй осы 57-ші үй болғаннан кейін қазір 21 үй қалды. 21 тұрғын үйдің тұрғындарымен сөйлесіп, құжаттарын дайындаудамыз. Әр тұрғын енді үйдің жаңарғанын жақсы көреді ғой. Барлығы да қолдап отыр. Бізді қазіргі кезде ыңғайлысы 15 жылға жаңағындай коммунальный төлем сияқты төлеп тұруы халықтың қалтасын көтереді. 15 жыл болды мен осы жерде тұрғаныма қазір. Содан бері ремонт болған жоқ. Өзімізде крышаны жаңағы жөндеп, қолымыздан келгенше ауыстырып, шипырларын неғылып, ауыстырып келгенбіз осы уақытқа дейін. Құдай мына биыл келіп отыр ғой енді ремонтқа. Показатель деп отыр. Құдай әдемілеп істеп берсе, сосын қалған осы Ащысай халқының домдарының бәрі істеле беретін шығар енді. Бір апта болды басталғанына. Жақсы, жігіттерге рахмет. Бәрін мына өзіміздің домдағы жігіттер де көмектесіп жатыр. Жылу мәселесі бізде барлық осы 18 квартираның барлығында пештер. Пеш барлығы. Біреулер отопление құрып алды. Ал басқаларында бір комнатта, екі комнатында пеш құрып қойған олар. Сонымен көмір түсіреміз, отынымыз түсіріп аламыз, жылда сол. Су мәселесі жақсы, су мәселесі де барлығы. Таңертең сағат 12-ке дейін береді, 12-де тоқтатылады, сосын түстен кейін сағат 3-тен сағат 5-ке дейін береді су мәселесі. Графикпен беріледі. Мына материалдары тұр, алып келген материалдарына бүкіл Ащысай көріп, ырза болып жатыр. Рахмет мына сендерге мынандай алып келіпті деп. Бәрін алып келіп, жақсы істеп жатыр жігіттер. Рахмет бұларға көп-көп. Жөндеу жұмыстарының басталғаны тұрғындардың еңсесін көтеруде. Жұмысшылардың басы қасында жүрген тұрғындар да көмектесіп жатыр. Аймақта қыс ерте басталатындықтан тұрғындар қар түспей тұрып, шатыр жұмыстарын тезірек бітірсе дейді. Мердігер компания да уақытында бітіруге уәде беріп отыр. Қалған 21 үйдің жобалық сметалық құжаттары әзірленіп, алдағы уақытта жөндеуден өткізу мәселелері қаралатын болады.